Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін қызанақ пен капустадан жасалынатын қысқа анаған ассорти жасап көрсететін боламын. Видеоны өткізбей, міндетті түрде соңына дейін қарап шығыңыздар. Ал ендеше бізге бірінші кезекте банкілерімізді жақсап жуып алғаннан кейін стерильдеп алатын боламыз. Банканың крышкасында 3-4 минут шамасында осылай суға қайнатып аламыз. Бізге керекті заттарымыз қызанақ, укроп, бұрыш, тәтті бұрыш және ащы бұрыш қолдансаңыздар да болады. Және де капуста, сарымсақ, лавр жапырағы және де қара бұрыш керек болады. Мөлшерлемелер мен видеоның астына описанияға жазып қоятын боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар да болады. Ал енді банкілерімізді толтыруға кірісеміз. Бірінші 3-4 укроптың бұтақшасын салатын боламыз. Одан кейін оның үстіне осылай сарымсақтан 4-5 данасын саламыз. Оның үстіне қызыл бұрыштан және де ащы бұрыштан 1 данасын салып қойсаңыздар болады. Одан кейін капусталарымызды орналастырамыз. Оның үстіне қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Шетіне де осында капустаны салып жүрсеңіздер болады осылай. Және де келесілерінде осы реттілікпен бірінші укропымызды, оның үстіне сарымсақ, бұрышымызды, капуста және де қызанақтарымызды орналастырып шығамыз. Енді дәмдеуіштерден лавр жапырағын 2-3-4 данасын саламыз әр банкіге. Егер лавр жапырағын ұнатпасаңыздар, салмай-ақ қойсаңыздар да болады. Одан кейін қара бұрышымызды да 5-6 данадан салып шығатын боламыз әр банкімізге. Одан кейін осылай қайнап тұрған ыстық суымызды әр банкіге құйып, крышкаларын осылай жауып шығамыз. Және де осылай банкімізді ыстық суды құйғаннан кейін 20 минутқа қалдырамыз осы сумен. Жиырма минут өткеннен кейін банкілеріміздегі жаңағы суды төгіп тастаймыз. Төгіп жаңадан су қайнатып қоямыз, сол суды құятын боламыз. Төкпей жасайтын болсаңыздар да болады негізі. Осы суды қайтадан қайнатып, маринадтап құйсаңыздар да болады. Мен бұл суды қолданбаймын, жаңадан басқасын қайнатып, жаңа су құятын боламын. Енді әр 2 литрлік банкіменде соған 2 ас қасық тұздан және де 1 ас қасық қанттан салып шығатын боламын. Ас қасықты қатты толтырмай, осылай салып шығамыз әр банкіге. 2 ас қасық тұз және де 1 ас қасық қанттан. Енді салып болғаннан кейін жаңадан қайнатылған ыстық суымызды екінші мәрте құйып аламыз. Жетпіс проценттік сірке қышқылын әр банкімізге жарты осындай ас қасықтан құйып шығамын әр қайсысына. Енді банкілерімізді осындай жапқыштың көмегімен жауып алатын боламыз. Банкыларымыз осылай жабылғаннан кейін тұзы мен қанты еру үшін осылай айналдырып алатын боламыз, түбінде қалып кетпес үшін. Осылай аударып қойып, жылы жерге біз плет жылы көрпемен жауып қойсаңыздар болады. 1 күн солай тұру қажет. Осылай жылы көрпеше немесе плеттің көмегімен жауып қоямыз, 1 тәулікке қалдырамыз. Міне біздің салатымыз, ассорти қысқа арналған салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қысты
шықса кез келген тамақпен әдемі үйлесетін ассортилардың бірі.